Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 18 маусымда басталатын арендалық үй, яғни әлеуметтік осал топтарға берілетін сатып алу құқығынсыз жалға алуға болатын үйге өз мүмкіндігімізді пайдаланып өтініш беру үшін біз қай сайтта жүзеге асырамыз, қазір көрсететін боламын. Сайт аталады қатысу жилфонд деп аталады. Бұл бағдарламаның негізгі шарттарының бірі. Интернет браузерге сайттың названиясын атауын енгіземіз. Міне қатысу жилфонд енгізген кезде сізде главная страницасы ашылады. Бұл жерде және уақытын көрсетіп тұр, 1 күн 22 сағат 12 минут қалды деп. Және бағдарламаның шарттарын, қандай құжаттар тапсырасыз және кері байланыс жасау үшін қай телефондарға хабарласуға болады. Міне және қазақ тілінде өтінім беретін болсаңыз, сізге қазақ тілінде нұсқаулық берілген және мына жасыл кнопка шығып тұр. Өтініш беру деп аталады бұл бағдарламаға. Өтініш қабылдауға беру жасыл түспен боялып тұрған кнопка. Бұл арнайы бағдарлама басталған күні актуальды болады, яғни сіз осы кнопканы басу арқылы сіз өзіңіздің өтінішіңізді бере аласыз. Қазір бұл кнопка жұмыс жасамайды. Және бағдарламаның шарттары қандай? Міндетті түрде бұл бағдарламаға қатысатын адамдар үй кезегінде тұру керек. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша бағдарламаның шарттарын сіз міне бағдарлама шарттарын басу арқылы көре аласыз. Әлеуметтік осал топтардың именно ішінен кімдер қатыса алатындығы туралы тізім берілген. Толық емес отбасылар, қандас, жетім балалар, жасына байланысты зейнеткерлер, бірінші, екінші топтағы мүгедектер, мүгедек балалары бар немесе оларды тәрбиелеуші отбасылар. Сіз өзіңіздің әлеуметтік статусыңызды дәлелдей алатын құжатыңыз бар болса, сіз осы бағдарламаға қатысу арқылы өзіңізге жалдамалы арендалық үйді ала аласыз. Бұл арендалық үй негізі сіз оны атыңызға аудара алмайсыз, бірақ бағдарламаның шарттарына сәйкес белгіленген уақыт ішінде Нұр-Сұлтан қаласы бойынша тұрғын үй басқармасына арендаңызды арнайы банк арқылы төлеп, бұл үйді жалдап тұра бересіз. Бұл үйдің жалдау бағасы үйдің шаршы метріне, яғни квадрат метріне байланысты есептеледі. 7 мыңнан 22 мыңға дейін. Осы Нұр-Сұлтан қаласында осы жолы болатын үйлерде 1 бөлмелі, 2 бөлмелі және 3 бөлмелі үйлер бар. Үйдің шаршы метріне қарай сіздің де аренда бағасы шығады. Бағдарламаның шарттарына тоқталдық. Енді құжаттар тізімін көретін болсақ, бұл жерде отбасының барлық мүшелеріне Қазақстан Республикасы бойынша жылжымайтын мүліктің болмауы немесе болуы туралы анықтама алу. Яғни бұл бағдарламаға қатысып өту үшін сіздің және сіздің отбасы мүшеңіздің атында, ешқайсысының атында Қазақстан Республикасы бойынша ешқандай да жылжымайтын мүлкі жоқ, үй жоқ деген анықтама аласыз. Бұл анықтама тек қана 1 күнге ғана жарамды. Сіз өтініш беретін күні ғана бұны ЕГОП, яғни үкімет порталынан алып тіркейсіз. Одан кейін балалардың туы туралы куәліктері, отбасы мүшелерінің жеке куәліктері, мысалы жұбайыңыз болса, екеуіңіздің де жеке куәлігіңізді скан вариантын, балаларыңыздың туы туралы куәліктерін, бір немесе бірнеше балаңыз болса, барлығының туы туралы куәліктерін, скан варианттарын жүктейсіз. Және неке қию, некені бұзу, мысалы жалғыз басты анайы толық емес отбасы болған кезде некені бұзғандығы, ажырасқандығыңыз туралы куәлігіңіз болса, барлығын скан вариант түрінде саласыз. Немесе сіздің балаңыз бар, бірақ жұбайыңыз жоқ, отбасы құрмағансыз. Ол кезде сіз номері 4 форма деп аталады. Жалғыз басты ана деген статусыңызды дәлелдейтін 4-ші формадағы анықтамаңызды алып, соны жүктейсіз. Одан кейін мүгедектігі туралы анықтама. Бірінші, екінші топтағы мүгедектігі бар кісілерге арнайы беріледі, куәлік беріледі, соны сканерленген вариантын саласыз. Және созылмалы аурудың толық атауы туралы берілген анықтамаңыз, сіздің статусыңызды дәлелдейтін осы құжаттарды саласыз. Сіз бағана айтып өткендей,
Өтініш беру үшін сізде электронды цифрлы қолтаңба болуы керек. Мына ол қажетті құжаттар тізіміне бірінші болып тұр. Электронды цифрлы қолтаңбаны сіз халыққа қызмет көрсету орталығынан ала аласыз, немесе үйіңізден қашықтықтан онлайн түрде ала аласыз. Егер сізде 2022 жылға 1 жыл көлемінде ашылған, яғни уақыты бітпеген, сроғы бітпеген электронды цифрлы қолтаңбаңыз болса, сіз соны пайдалану арқылы бағдарламаға жеке кабинетіңізге кіріп өтініш бере аласыз. Бағдарлама 18 маусымнан басталады. Сіз бағдарлама болып жатқан күндердің бітемін дегенше күндерде өтінішіңізді бере аласыз. Сіздің өтінішіңіз барлық құжаттарды скан вариантын жекелеп жүктеп саласыз. Және сіздің статусыңызға қарай, яғни әлеуметтік статусыңызға қарай балдарыңыз есептелінеді. Соған сәйкес өзі басымдылық беретін статустары болады. Соған қарап байқаудың нәтижесі шығады, яғни белгіленген аралықта. Соған сәйкес сіз өзіңіздің нәтижеңізді көре аласыз. Оны да осы сайттан жеке кабинеттен көрсеңіз болады.